Барлығыңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен қарбыздан варенье, яғни тосап дайындайтын боламыз. Қарбыздың сезонында тосап жасап банкіге жапсаңыздар да болады. Бұл жерде бізге бір кішкентай қарбыздан жасадым. Қарбыздың осындай қызылдарын алып, үлкендеу табаққа саламыз. Дәл осы жерде қарбыздың ішіндегі қара дәндерін алып тастасаңыздар болады. Бұл жерде мен дәнін алуды ұмытып кеттім. Дәндерін негізі алып тастасаңыздар жақсы. Енді бізге блендер қажет болады. Блендер болмаса, осындай пюре езгішпенен езіп шықсаңыздар болады. Блендер болса, біздің қарбыздарымызда іртік-іртік қалмайтындай болып, әдемі болып езілетін болады. Блендермен езсеңіздер жақсы, жоқ болса, осындай пюре езгішпенен езе береміз. Мына жерде мен аздап дәндерін алдым. Қарбыздың өзінің дәмі болғандықтан, тәтті дәмі болғандықтан мен шекерді аздау қылып салдым. Барлығын енді жақсылап араластырып, отқа қоямыз. Біздің тосабымыз кішкене сұйықтау болады, осындай қайнағаннан кейін қойылады. Бірінші сарқ-сарқ етіп қатты отта қайнатып аламыз. Осындай көбігі шыққаннан кейін міндетті түрде көбігін аламыз. Оттың астын баяу отқа қойып 4-5 сағатта қайнатамыз. Ол уақытта қайнайды. Барлығы жақсылап езіледі. Блендермен езсеңіздер мынадай іртіктер қалмайды қыздар. Блендермен езген жақсы. Барлығын осы дайын болғаннан кейін банкіге жапсаңыздар болады, немесе екі қарбыздан көптеу қылып жасаңыздар да болады. Банкіге жапқан кезде міндетті түрде қақпағын және банкамызды шайнекке буға қойып стерильдеп алу керек. Содан кейін жапсаңыздар болады. Біздің тосабымыз вареньеміз дайын болды. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.